үйде отыр, үйтпейт дегенге үйленбейді қазір. Ешкім біреудің құлы боюға уже дайын емес, көзі ашық әйелдердің бәрі. А еркектер әлі өспеген, әлі жүр. Бірінші сұрағы свиданиеда, сен мен мамамен тұруға дайынсың ба? Сен басың істей ма? Адамды бірінші рет көріп тұрсың, қандай мама вообще? Кішкене бір ухаживать етіп, кішкене бір жауап өзіңе қаратып алса, бірінші сұрақ сұрамай тұрып. А он хочет просто на нее скинуть ответственность. Сен мен мамашкама қарайсың, сен өзің мамашкаңа қарағың келмесе, не үшін басқа біреудің қызы ма сен мамашкасына қарағысы келу керек? Қазір қыздарды түсінбейді, не үшін сен өзің мамашкаңа безіп отырсың да, өзің мамашкаңнан. Біз сен жүгіріп барып, сен мамашкаңды жақсы көріп, сен бағу керекпіз. Кішкене үйіріп алса, кішкене бір жылға ответственность аласың. Мен негізі 2-3 жена алам деп ойлап жүрмін, сондай мен. Бисмилля. Поэтому қазір қыздар ешкім үйленгісі келмейді. Поэтому таңдап жүр, поэтому жоқ адам.